Армысың қазақ елі, елім, батыр елім, қасиетті келі елім. Мынау кісі собыр, министрліктер үйінің алдында күзетші. Бұл кісі әлгінде мына кіммен, орынбасармен неге депутатқа барайын деп едім, орынбасарды, жоқ орынбасар ғана барады, сіз бармайсыз деп, кішкене қолынан былай итер, сіз неге мен итересіз деді. Итерген жоқпын деді. Жарайды, сонымен қалды. Біз ана 15-ші В деген кіреберіске барып, қайта келіп, мына жерде мен үндемей ештеңе айтып тұрған жоқпын. Өзінің мына жерде кеудесінде жазбасы бар. Видео, аудио жазбасы бар. Бұл кісі өзімен өзі Арыстан келген екі кісі, Талдықорғаннан келген тағы бір кісі, осы үш кісінің көзінше бидейді. Бұл кісіні біз танимыз дейді. Бұл кісі ярая ДВКшница, адамдарды бірін-біріне шағыстырып, ұстырып жүрген кісі деді. Қазір мен 102, сіз сөйлесеңіз, сіз депутат емессіз бәрібір. Сіз міндетіңіз күзету. Айтыңыз, жаңа ішкі істер органға не деп айтып жатсыз, айтыңыз. Мен сізге айтып тұрмын ғой. Жүргізіп жатыр. Арыстан келген қонақ, жаңа мына кісі туралы не айтасыз, жаңа не айтты маған? Жаңа сізді, сіз айттыңыз, итеріп кеткен туралы айтқан кезіңізде сізді жаңағындай не провокаторды қып тұр ғой сізді. Провокаторға теңеп, дәл сондай айтып тұр ғой. Сосын мен айттым, бұл кісі ана ғой, үйтіп айтпаңыз, бұл кісі блогер екен дедім. Мен Арыстан келсем де мына кісіні танымасам да, осылай маған таныстырған екен. Мен де, мысалы, военный адаммын. Маған провокацияның қажет жоқ. Сол себепті мен отаныма қарсы шығатын адам емеспін. Ана ғой, әлде де бұл кісі, военный болған кейін мен бұл кісі енді өзіміздің неміз ғой, мысалы, былай қараған кезде бірге жұмыс жасайтын адамдарымыз болған кейін. Мен әлде де бұл жігітке айтып жатырмын, сізден кешірім сұрасын, ана ғой деп та. Енді білмеймін ғой, кешірім сұрамай тұр ғой. Мен бәрібір мировой жағынан біткенді қалаймын да. Сіз анасыз, үлкен адамсыз, сол себептен кешірім сұрасаған жаман болмайды деп ойлаймын. Бізде тәртіп сондай өзі военныйларда. Солай. Ал Мұхамеджан, сіз не айтасыз жаңа кісінің әрекетіне? Енді не айтам осы жерде? Бұл кісілер енді жұмыс жөнінен не қылыр, бірақ енді ауыр сөз айтып қойды мына жерде жаңа ДВК деп. Бұл ДВК деген ол бөлік не, саясаттың несі басқа. Мен сізді саясат ол неде жүр деп ойламаймын. Сіз тек қана мына халық елінде жүргенсіз. Сол басқа айтарым. Рахмет сізге. Орынбасар, мен ярай ДВКшница елді бірін-біріне айдақтап пәлесіп жүрген әйел деді. Сіз не айтасыз? Мен ДВК не екенін де білмеймін, расын айтайын. Сондықтан да білмеймін даже не айтарым. Ол ДВК деген не? Ең білетінім, Зубайда ханым, сіз туралы білетінім, міне қанша күн болды қасымда жүрсіз. Маған бар ғой міне. Мен бір жағыма шығып, наоборот, осылай, мына қазағымның ер азаматы ғой деп көмегіңіз тигізіп жүрсіз. Мен соны ғана білем. Ал мен ДВК-ның кім, не екенін де білмеймін. Ол не туралы әңгіме болға сонда түсінбеген соң мен кірісіп тұрған жоқпын. Ал сізге мен ризамын, Алла разы болсын. Фамилияңызды сұрап жатырсыз? Сейдахметова Зубайда. Сейдахметова Зубайда.